айтпаймын. Қолынан келгенше тұрған барлығы ер азаматқа тұрған. Бүгін кешке апарамда жұмысқа шыға ма шықпай ма білмеймін. Шахмандарды жинаймын. Облыс акиматтың алдынан жолды жаман. Центральный жолдар Назарбаевтың жолы ма кім жаңа даңғыл деп қойдыңдар ғой. Сосын кешке барамын да дәл сол уақытта акиматтың алдын жабамын. Марат. Осыдан бір ай бұрын мен көрдім. Бірінші Адайский жолды жапты, болған жоқ. Одан кейін осыдан бір 2 апта бұрын Адайскийдің қапталына жиналды. Оған да міне мынау сияқты погон таққандар барды. Жинатпады, үйтті бүйтті, олардың жағдайын білмеймін, шешілді ме, шешілген жоқ па. Өйткені ол халыққа қатты әсер еткен жоқ. Бірақ осы рет халыққа тиіп тұр. Халық көтерілсе жаман болады, халық көтерілсе жаман болады. Жеңіл мәшінде барады. Сенде де семьяларың бар нақы бөлек. 1,5 сағат. Қолмен кетіп болып деп ойлайсың ма? Шешілмесе шешілмей ақ қойсын. Ладно, біз апарамыз, бәлкім жинақ қоямыз. Мен саған айтайын, жинақ қоямыз деп, ондай әңгіме артық болады. Енді қараң, бізден, бір минут тыңда. Бізден как будто митингке шыққан кезде ерігіп шығып отқаннан сияқтымыз, а? Бізден митингке шығу үшін бір ай бұрын жазуымыз керек екен. Оның барлығын сендер қабылдап айтуларың керек екен да. А біз бір ай бұрын шығамыз, барамыз деген жерлеріне сендер бүткіл ОМОНды жинап, халықты тиеп автобуспен алып кетуге дайын тұрасыңдар. Бізге не керек ондай? Халық жауы ана. Давайте біз лучше түптікке барайық, сендерге айтпайтын мен апарайық та халықтың бәрін жинап, машиналардың бәрін қояйық, тақайық сендерге. Вот солай шешіліп тұр да проблеманың бәрі. Сендер бәрін дайындап қоясыңдар. Тиетін адамын да, сөйлейтін адамын да, жаңағындай бір алып кететін өздерінің адамын да барлығын да жинап дайындап қоясыңдар. Оның барлығын білмейді емес, халық тупой емес қой, біліп отыр ғой. Өйткені сендер өздерің халықтың арасында. Халық көтерілсе жаман болады. Мен таң қаламын да соған да. Ол дұрыс емес. Бұға етсең сұға береді, қарапасын қарағасқа халықтың жағдайда қалған жоқ қазір. Мен 70 мың теңге айлық жасаймын, 70 мың теңге жұмыс жасаймын. Мысалы да. Ешкім сізге айтып отқаным. Сендерге не? Вот жылы жерде отырсыңдар, үкімет айлықтарын төлеп отыр, премиялыларың бар, басқаларың бар, қиналып отқан жоқсыңдар сендер сөздің шыны керек та. Сендер мына далада қарапайым далада жер қазып жүрген, қарапайым далада зорға күнін көріп таксовать етіп жүрген. Сен просто таксовать етесің, машинаға аяқ алайын деп қарашы, неше күн таксовать етесің. Мысалы да, 4 покрышка алайын деп қарашы, оның барлығы соған келіп тіреледі. Соның барлығы тіреледі, содан халық ашынады қазір. Так что, мен әдекемен қатты айтқандай болмайды. 1,5 сағат, все, шешіледі, шешілді. Осы 1,5 сағаттан халыққа жіктер қалады, мынау шешіледі. Мен саған Марат айтуың бәрі орынды. Сен айтып тұрған сөздің ішінде келісетін зат бар, бірақ келіспейтін жері бар. Сен жаңа айтып отқан жол жауам, менің жауам, ондай тәртіпсіздікке баруға болмайды. Енді сендер соған бармаса сендер мәжбүр болып тұрсыңдар ғой. Тоқтаңыз, Марат. Мен мысалы келдім ба, мен сізге айтып тұрмын да.